деген нәрсеші, сол нәрсе сені отталкивать еткен жоқ па? Сен как будто мен сен түріңнен ананы байқап қалдым да, бір миыңды ашып жіберген сияқты как будто сенің. Шынымды айтайын ба? Бұлай да, мысалға, жолға қашан жетеміз деген вопрос болады ғой. Соны, мына жер неге шұңқыр, мына жерде неге қызыл жанып тұр деген сияқты нәрселер мың рет қойылады да. Мен айтамын, сәл сабыр қылсай, қазір келіп қаламыз, сөйлейміз. Одан кейін шаршап тұрсыз ба дейді кеше, например, шаршап тұрмын кеше. Сіз бірақ шаршап тұрсыз дейді, шаршап тұрмын. Сонда мен сөйледім, сіз әлі шаршап тұрсыз ба дейді. Мен айтамын, шаршаймын ғой енді, адаммын ғой, шаршап тұрмын деймін. Сіз бағана мен бір жерге апарып келдіңіз, біз барып келдік, бірақ қазір сіз шаршамай қалған сияқтысыз дейді. Мен айтамын, мен шаршап тұрмын, бәрібір де сәл ұйқым келіп тұрған сияқты. Сен естігісі келіп тұр ғой, сенімен бірге шаршамадым, сені көргеннен кейін бір энергия пайда болды деген сияқты сөздерді. Зарина, солай ма? Негізі, өзінен күткен едім, бірақ өзі айтқан жоқ маған. Ол түсіне алмай жатыр дейсіз. Нан сұрай салайыншы, сізден Зарина, қараңызшы, Садәулетке ол нәрселер ұнамай жатыр. Жайлап, ұнамай жатыр. Садәулет сіздің жаңағыдай типажыңыздағы жігіттен сізге ұнап тұрған жігіт қой, былайша айтқан кезде. Сіз сол нәрселеріңізді өзгерте аласыз ба Садәулет үшін? Болашақта осы нәрселерді қойып, көп миын ашытпай, көп сұрақ қоймай, қызылға келгенде жарайды қызыл болыпты деп үндемей отыра аласыз ба? Мысалға да. Болашақта көре жатармыз. Болды, көреймін. Балсаған осы жерде айта кетейінші, мен Садәулетке қалып отырмын. Садәулет сен өзің алдын айттың, маған бір с нуля бастайтын, сондай жігітпен жүрмеген, өзім бәрін үйретіп алатын, сондай қыз керек деп айттың. Былай. Сондай қыз керек деп айттың да, енді сондай қыз келді, көріп жатсың, енді сенің ойың өзгеріп жатқан жоқ па? Алдағы уақытта мен бұндай нәрсеге мен жеке жүйем шыдамайды екен ғой, маған лучше көрген, білген, уже бәрін түсінетін қыз керек екен деген ой қалыптасқан жоқ па? Если что, мен барым деп қойсай. Бәрін білетін қыз енді шынымен айтайын, қалай болады екен, ешкімді бөліп жарғым келмейді, бірақ әркімнің сана сезімі деңгейі. Енді ол жағы мен ондай бір жек көрішті болды деген жоқпын. Просто енді андай любопытная ғой, любой нәрсені білгісі келеді, сұрайды, мың рет сұрайды, түсінбесе тағы сұрайды. Мен бір рет айтам, 10 рет айтам, одан кейін айта берем, бұл кісі сұрай береді. Мен түсіндіре берем, айта берем. Походу, машинада кетіп баратам, басқа енді жолға қарауым керек қой. Неге маған қарамайсыз дейді да? Мен қарасам екеміз. Құдай сақтасын, бірақ айтпай қойын. Енді бұлай машина дей алмаймын ғой енді. Сол себепті айтады да, маған қарасаңыз түсінбей жатырсыз ба деген сияқты. Мен айтамын, бұйырса, қазір тоқтаймын мен деймін ғой. Пәл-фараби кетіп баратыр, қазір тоқтай салайын, онда сен әңгімеңді тыңдайын дейді да. Сөйтіп енді түсінген шығар, қазір тоқтағаннан кейін әңгіме айтамыз деген әңгімем ғой түбі. Сөйтсем, енді тоқтасаңызшы дейді. Мен айтамын, қазір жетейік, сұрақтайық, сосын мен саған бәрін түсіндіріп беремін деп. Негізі көңілді сияқты сіздердің кездесулеріңіз. Қызық.